Барлығыңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен бөлісетінім қарала бауырсақтың рецепті. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, бір жасағаннан ақ сәтті шығады. Ең әуелі бізге 600 грамм ұн керек болады. Оған 3 грамм ашытқа және 2 грамм сода салып араластырып аламыз. Және бір тал жұмыртқа қосамыз. 120 мл сұйық май қосып араластырып аламыз. Содан соң 230 мл жылы суменен қамырды илейміз. Қамырды жұмсақтау қылып илейміз. Қамырды жақсылап біріктіріп илеп алған соң, бетін жауып жылы жерге қойып ашытып қоямыз. Қамыр ашыған соң астақтайға алып, бөлектерге бөліп аламыз. Ортаңғы бөлегі үлкенірек және асты үстінің қамыры кішірек болғаны жақсы. Асты үстінің қамырын тең қылып, ортасындағы қамырды үлкенірек қыламыз. Одан кейін ортасының қамырына 200 грамм қант қосып, қайтадан илейміз. 200 грамм қантты түгелдей қамырдың бойына сіңіріп отырып, илеп аламыз. Осы кезде қантқа басқан кезде қамырымыз босайды. Одан кейін астыңғы қамырын жұқа қылып отырып жайып шығамыз, дөңгелентіп жұқа қылып жайып аламыз. Содан соң бір шетке алып қоя тұрамыз. Ортаңғы қамырды қолымызбен жайып шығамыз, себебі жаңа қантқа басқаннан кейін ол босап тұр, оқтаумен жаюдың керегі жоқ. Қолымызбен жайып шыққан соң астыңғы қамырға алдыменен су жағып аламыз. Содан соң ортасының қамырына әкеліп теңестіреміз, шетін теңестіріп жапсырып шығамыз. Одан кейін тағы да су жағамыз. Содан соң үстіңгі бетіне келетін қамырды әкеліп жапсырып, теңестіріп, қолымызбен басып, ауасын шығарып, жақсылап жапсырып шығамыз. Содан соң шетінің тегіс емес жерін кесіп алып тастап, көріп отырғандарыңыздай өздеріңіз қалаған кеңдікте кесіп шығасыздар. Үлкен кішілігі өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Содан соң және де кішкене бөлектерге бөліп кесіп шығамыз. Содан соң көріп отырғандарыңыздай екі бұраймыз, сосын ортасына қарай итеріп, жақсылап отырып жапсырамыз. Қазір майға салғанда ашылып кетпес үшін. Барлығын жасап дайындап алған соң, майды қыздырып, орташа отта қуырып, қызарғанша қуырып пісіріп аламыз. Егерде жоғары отқа қоятын болсаңыздар, өте тез пісіп кетсе, шикі алып қалады. Және өте баяу болып кетсе, майдың барлығын жұтып қою мүмкін. Сол себепті орташа отта пісірсеңіздер болды. Бауырсақтарымыз өте сәтті шықты, өте дәмді болып, және өте әдемі болып пісті. Соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сау болыңыздар.